Трейдингті бастаған кезде не істеуге болмайды? Не істеуге болмайды, соны түсініп алу керекпіз. Трейдингті ең бірінші бастаған кезде вообще білімсіз кіріп кетуге болмайды. Просто так ана жерге кіріп алып, там просто әшейін басында бір салып көріп, пайда берсе, вау, осыдан бір көп пайда көретін сияқтымын деп ары қарай уже кіріп кете беруге болмайды. Екіншіден, анализсіз кіруге болмайды. То есть анализ мықты жасай алуыңыз керек та. То есть біреудің анализімен кіруге болмайды, бірақ өзіңіздің анализіңіз болса, ол кезде возможно кіруге болады. Анализ деген ол бір болжам, алып қарайтын болса. И болжамның ішінде адамның өзінің бір чувствосы болады да. Сол чувство болған кезде сіз жұмыс жасай аласыз. То есть мынандай нәрсе ғой, мысалға сізге біреу былай анализ жасап береді. Например, биткоин там ертең көтеріледі деп айтады, бірақ сіз баға көтеріледі деп айтса, сіз сол жерге, например, баға көтеріледі деп өз ақшаңызды саласыз. Сәйкесінше баға кішкене көтеріледі да, и обратно қайтып қатты түсіп келе жатады, например. Сіз сол моментте бағаның не үшін көтерілетінін сіз білмесеңіз, өйткені сіз біреудің анализін алып отырсыз ғой, ол сізге нақты айтқан жоқ қой, что баға көтеріледі деді, и все болды. И сізде сол жерде уже психологический сынасыз сатып жіберуіңіз мүмкін. Бірақ хотя бы ол жерде анализ бойынша, хотя бы түссе де, бірақ обратно көтеріліп, бағана кісінің айтқандай көтерілу мүмкін еді. Сіздің бірақ ішкі чувствоңыз болмағандықтан, сіз моментте жаңағыдай сата алмай қалдыңыз. Яғни басында кішкене пайда берген кезде сол жерде сатып, и тағы түскен кезде типа сатып алу керек еді деген сияқты да. Жалпы сізде іштей сондай чувство болмады. Болмағаннан кейін ол жерде міндетті түрде жаңағыдай минусқа кете бересіз. Адам бір минусқа кеткен сайын ары қарай уже соны шығарып алам деп сіз уже үлкендеу ақша салып бастайсыз. Жаңа ақшаны шығарып. Үлкен ақша салғаннан кейін үлкен минустарға кіріп бастайсыз. Сөйтіп адам былайша айтқанда өзінің үлкен ақшаларын қалай жоғалтып алғанын былайша айтқанда білмей де қалып жатады, Сондықтан да мен айтам, жалпы бұл трейдинг саласында жалпы аналитиканы түсініп алған дұрыс. Түсініп алып, оны жасау керек. Жасай бастағаннан кейін, ол анализді түсінгеніңіз ол бір бөлек дүние, оны жасап бастағаннан кейін адамның ішкі чувствосы пайда бола бастайды. Әркімде әртүрлі болады. Сізде бөлек болады, менде бөлек болады. Жалпы ол жерде қалай болады? Мысалға қазір баға көтеріп келе жатыр. Ары қарай көтерілуі мүмкін ба, или түсіп кетуі мүмкін ба? Егер сіздің бұрынғы көзқараспен қазіргі көзқарасты салыстырып қарайсыз, яғни алдында, осыдан алдын жасадыңыз, біраз, и қазір жасап отырсыз, и көзқарасты қарайсыз да, сіз, например, көтеріледі деп естісеңіз, ішкі чувствоңыз солай болса, значит, көтеріліп қалып жатады көп жағдайда. Ал мысалға егер түсіп кететіндей болып тұрса, сіз сол моментте сіздің өзі ішкі чувствоңыз арқасында сіз сол моментте сатып үлгересіз, былайша айтқанда. Сондықтан да бұл трейдинг саласында негізі анализді білген жақсы. Но десе де біз осындай, бұл анализ жалпы анализді үйрену, анализді жаттау, ішкі чувство, бұл нәрселердің бәрін үйрену үшін как минимум сізге бір 6 ай уақыт кетеді. Даже мықты білетін болсаңыз да бір 3 ай шығар деп айта алар едім. Көп трейдерлардың айтуы бойынша, мықты трейдер болу үшін, көп жағдайда минусқа кетпеу үшін, как минимум 3 жыл жұмыс жасауыңыз керек деп айтады. Негізі мықты трейдерлар сөйтіп айтады. Енді бұл анализ тұрғыдан қарағанда да, бұл үшін уже қанша уақыт, қанша еңбек, қанша тер, бірақ соның нәтижесі түбінде болады да. Негізі бұлай жасайтын, до конца баратын болсаңыз, былайша айтқанда. Бұл жерде көп жағдайда до конца бара алмайды. Біреулер уже қорқып қалады, біреулер бүкіл ақшасын сол жерге тігіп жібереді, азартқа кіріп, сонымен бітеді, и қайтып жоламайтындай болып кетіп жатады. Жалпы осы трейдингті байқайтын болсаңыздар, осы Америка басқа жақтарда осы трейдингтің инвестицияның арқасында былайша айтқанда байып отыр, көтеріліп отыр. Біз де сол нәрсені жасап, біз де көтеріле аламыз. Бірақ бізде ол үшін дұрыс психология, дұрыс былайша айтқанда трейдингті миымызға дұрыс қалыптастырып алуымыз керек. Жалпы солай. Жалпы мен сіздерге одан да бөлек бір нәрсені айтқым келіп отыр. Бұл жерде стратегия деген нәрсе бар. Стратегия деген нәрсені егер біз қолданатын болсақ, стратегия деген не ол? Нақты план. Жаңағыдай біз анализ жасаймыз, ол бір бөлек нәрсе. Анализ жасамайық, егер біз, например, баға көтеріледі деп айтсақ, анализ жасамасақ, сәйкесінше баға түсіп кетеді, Сол баға түсіп кеткен моментте стратегия, пландар. Яғни баға түсіп бара жатса, біз қандай, яғни каким-то образом дейді ғой, қандай жағдайда біз плюсқа шыға аламыз, Сол кезде біз там өзіміздің пландарымызды точкамен
қойып тастаймыз, былайша айтқанда жасап аламыз и қойып тастаймыз. И сол планның арқасында біз ешқандай аналитика жасамасақ та біз плюсқа шығып отыратын боламыз. Жалпы бұндай стратегия менде бар. Бұны мен іс жүзінде де, тәжірибе жүзінде де қолданып көріп жатырмын. Бұдан басқа, былайша айтқанда, екі потокқа уже қолданып көрдік. Нәтижесін жалпы мен инстаграмға өтсеңіз, инстаграмда астында актуальный тұр, табысты отзыв деген. Сол жерден бүкіл отзывтарды көре аласыз, яғни барлығы дерлік табысқа шыққан. Жалпы сол жерден көріп алсаңыз болады. Бұл жалпы стратегияның құндылығын жалпы айту, жеткізу мақсатында мен сізге дәлел ретінде актуальныйға жалпы салып қойғам. Қарасаңыз, ол жерде енді мен бір күнде бәрін салып тастамағам, күн сайын как положено салып отырғанмын. Яғни, чтобы нақты осы стратегия жұмыс жасап тұрғанын көрсету үшін, яғни күнделікті, даже чектарындағы уақытына дейін қарасаңыз болады. Мен оны бір түсіріп алып, бір моментте салып тастаған жоқпын да. То есть сөзімнің былайша айтқанда шынайы болу үшін барлығын өз уақытында былайша айтқанда салып отырғам. Жалпы бұл жерде енді көп созбай не айтқым келіп отыр. Жалпы сіздер үлкен трейдингта аналитика жасап үйренбей ақ осы трейдингтағы стратегияны, кішкентай ғана бір информацияны, план деген ол нақты бір шаблон, соның ішінде тук-тук қолданасыз, болды. Соны үйреніп алсаңыз уже болды. Сіз трейдингтен былайша айтқанда 100% ақша табасыз. Яғни бағанан бері айтқан анализді білуіңіз шарт емес. Жалпы осының барлығын білгіңіз келсе, мен инстаграмға өтіп, мен жекеме жазыңыз, сұраңыз, мен сізге міндетті түрде сол жайлы ақпарат беретін болам. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса да жаза берсеңіз болады, және де маған тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта бұдан да маңызды информациялар шығып жатса, сіздермен бірге бөлісіп отыратын болам. Сондықтан да менің YouTube арнама, Instagram'ма, TikTok'ыма бәріне тіркеліп алыңыздар. Видеоларым сіздерге ұнап жүрген болса, лайк басып, міндетті түрде қолдап жүріңіздер. Комментарияларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, міндетті түрде қалдырып жүріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.